Армысыздар, құрметті көрермендер. Психология ғылымының 100 тұлғасы жобасын жалғастырудамыз. Бүгінгі қарастыратын ғалымыз Мәжит Мұханұлы Мұхан. Ұлы Отан соғысына қатысып, ерлігі үшін медалімен және 1941-1945 жылдары Германиядағы Отан соғысында жеңіс үшін, Мәскеуді қорғаған үшін медальмен марапатталған психолог есімін бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал ол өз кезегінде Төлеген Тәжібаевтың жетекшілігімен кандидаттық диссертациясын қорғап, қазақ жауынгерлерінің психологиясын, халқымыздың Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлік, батырлық қимылдарына талдау жасаған ғалым Мәжит Мұқанұлы Мұқанов. Мәжит Мұқанұлы Мұқанов 1920 жылы 4 қазанда Қазақ КСР Ақтөбе облысы Шалқар ауданының номер 3 ауылында Ырғыз деген жерде Малшыкеде Құтымов Мұқан отбасында дүниеге келген. 12 жасында ата-анасынан айырылып, алдымен үлкен ағасы Қапаштың қолында, кейін балалар үйінде тәрбиеленеді. Ұжымдастыру кезіндегі қазақтардың қиын өмірі Мәжиттің де тағдырында қара белгіні қалдырады. Барлық ағайын туыстарынан айырылып, жалғыз қалып, 14 жасында өзінің еңбек жолын бастайды. 1934 жылы Ақтөбе қаласындағы авиажөндеу шеберханасында жұмысшы болып жүріп, жұмысшы жастардың орта мектебінде оқуын жалғастырады. Оны аяқтағаннан кейін Ресейдегі Вольск қаласындағы авиациялық техникалық училищесіне жіберіледі. Сонда кіші авиациялық техника атағын алып, Харьков қаласының әскери бөліміне тағайындалады. Кейін кіші авиамамандар мектебінің оқытушысы ретінде Харьков университетінің тарих факультетінің кешкі бөліміне оқуға түседі. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып бірнеше рет жарақат алады. Тіпті жау ұшағына тап болып атып түсіріледі. Бірақ сол кездегі жауларымыздың өкінішіне орай аман қалып, болашақта талай ғылыми зерттеулермен психология ғылымын дамытуға үлесін қосады. 1945 жылы Кеңес армиясы қатарынан босатылғаннан кейін Мәжит Мұханұлы отанға оралып, Ақтөбе қаласындағы нөмір 6 теміржол училищесіне әрі оқытушы, әрі директордың орынбасары қызметін атқарады. Осы уақытта Александр Иванович Герцен атындағы Ленинград педагогикалық институтынан педагогика факультетінің 3 курсына түсіп, 1949 жылы оны бітіргеннен кейін Алматы әйелдер педагогикалық институтында психология пәнінің мұғалімі болып қызметін жалғастырады. Кейін Сергей Миронович Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің аспирантурасына түседі. Бітіргеннен кейін Мәжит Мұханов кандидаттық диссертациясын қорғайды. Психология бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты атағын алады. 1953 жылдың соңында Алматы шет тілдері педагогикалық институтының педагогика және психология кафедрасына ауысады. 1953 жылдан 1958 жылға дейін осы институттың педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі болып, 1955 жылы доцент, ал 1967 жылдан бастап соңғы күндеріне дейін Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтінде осы кафедраның меңгерушісі қызметін атқарды. 1959 жылдан 1970 жылға дейін педагогикалық және жалпы психология бойынша брошюралар мен кітаптар сериясын жазады. Практикалық қызметкерлерге, яғни мектеп оқытушылары мен жоғарғы оқу орны қызметкерлеріне арналған бұл еңбектер педагогика және жалпы психология саласындағы зерттеулерді кеңінен насихаттады. Мысалы, 1962 жылы қазақ тілінде педагогикалық психология очерктер кітабы жарық көрді. Ол оқыту психологиясы, оқу дағдылары және білімді практикада қолдану, балалардың типологиялық айырмашылықтары және оларға жеке көзқарас тарауларынан тұрады. Сонымен қатар тәрбие психологиясы, мұғалім психологиясына арналған тармақтары да бар. Мұқанов Мәжит Мұқанович. Мұқанов Мәжит Мұқанұлы. Қазақстан психологы, мемлекет қайраткері. Қазақстандағы психология ғылымының танымал жетекшісі және ұйымдастырушысы.
психология ғылымдарының докторы, профессор. Көптеген жылдар бойы ғылыми қызметтің нәтижесі және ғылыми зерттеулердің қорытындысы ақыл-ойды тарихи-этникалық аспектіде психологиялық зерттеу мәселесіне арналған докторлық диссертациясы болды. Оның еңбектерін ескере отырып, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Мәжит Мұқанұлына арналған арнайы кабинет ашқан болатынбыз. Себебі ғалым өз еңбектерін арнайы мамандар ғана емес, кез келген адам түсінетін тілде жазған. Шетелдің мықты психологтарымен пікір таласып, өз ойын ашық білдіре білген. Сонымен бірге қазақтардың зияткерлік белсенділігін зерттеуге үлкен үлесін қосқан ғалым. Как проблемам общей психологии, так и проблемам педагогической, возрастной психологии. 20 ғасырдың басында, шамамен 1910 жылдары, орыс физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский адам дамуының жаңа идеясын, оның өз мінез-құлқын белсенді бағыттай алуын, мінез-құлықты ерікті түрде ретте алу тәсілдерінің жаңа кестесін тапқысы келеді. Осылайша, ғылыми қолданымға доминанты ұғымын енгізеді, оның қыр-сырларын анықтап түсіндіреді. Қазіргі таңда бұл ұғымды физиологтар ғана емес, сонымен қатар философ, биолог, невролог, психологтарда кеңінен қолданады. Себебі доминанта барлық тірі жандарға тән құбылыс, бірақ тек адам ғана оны өз еркіне бағындыра алады. Доминанта бұл жеке орталықтарының жұмысын негіздейтін және мінез-құлық реакцияларының бағытын анықтайтын жеке орталығындағы қозу ошағы. Оның физиологиялық негізін теріс индукция және қозу концентрациясы құрайды. Ал доминантаның өзі зейіннің, ерік-жігердің, қабылдау мен ойлаудың физиологиялық негізі болып табылады. Доминанты принципі: ми қабығында бір мезгілде бірнеше қозу ошағы пайда болса, онда олардың бірі басқаларынан үстем болуға тырысып қалғандарын бағындырады. Жеке орталықтарының мұндай қасиеті доминантаны жеке жүйесінің қызметін жүзеге асыратын ерекше маңызға ие координациялау аппараты деп біледі. Мұндай координация ұзаққа созылмайтын, бірін-бірі оңай ауыстырып отыратын доминанталардың пайда болуымен байланысты. Аштық орталығының доминанты жағдайы негізінде тамақ табуға бағытталған мінез-құлық жүзеге асырылады. Үстем доминанты бар жерде, яғни қозу ошағы орын алғанда, жүйке жүйесінің басқа бөліктеріне келіп түсетін тітіркенудің қозу ошағы доминанты ошақты күшейтеді. Мысал ретінде балалардың спорт тәжірибесінде жиі кездесетін жағдайды алсақ болады. Бала спортшы төмен нәтиже көрсетті. Ол ренжіп, жылайды. Достары оны тыныштандырайын десе де, ол одан әрі көз жасын төгеді. Бұл құбылысты доминанта принципі бойынша былай түсіндірсе болады. Қазіргі уақытта баланың жеке жүйесінде доминант ошағы қозу үстінде. Енді тітіркенудің қай түрі болмасын, жағымды ма, жағымсыз ба, осы қозудың үстемдік ошағын күшейтеді. Сол үшін баланы жұбатқан сайын ол одан әрі жылайды. Ухтомский пікірі бойынша доминанта арқылы аз өзгеретін сыртқы ортадағы адамның күрт өзгеретін мінез-құлқын да, немесе таныс емес жаңа ортада адамның бір іс-әрекет түрін табанды қайталауын да түсіндіруге болады. Доминанта педагогикалық тәсілдердің механизмін түсінуге көмектеседі. Мысалы, меңгерілген оқу материалын нығайту. Доминанта айқын ерекшеліктері бар адам жасы кіші болған сайын ондағы үрдістер тез жүріп тез ауысып отырады. Бұл балалардағы жасы үлкендерге қарағанда байсалдылық пен шыдамдылықтың жетіспеушілігін, бір белсенділік ырғағынан екіншісіне күрт ауысуын түсіндіреді. Қазақ тіліндегі оқушылардың зейінін тәрбиелеу кітабында оқушылардың назарын аудару, зейінін шоғырландыру тәсілдері көрсетілген. Мұқанов өзінің еңбегінде зейінді сипаттауда Ухтомскийдің доминанта тұжырымдамасын қолданған. 1961 жылы жарық көрген автордың келесі оқытудағы оқушылардың жеке типологиялық айырмашылықтарын есепке алу атты оқу құралында оқушылардың жеке типологиялық айырмашылықтары Павлов бойынша генотип және фенотип тұрғысынан қарастырылады. Оқушылардың тиісті типке қатыстылығына байланысты жұмыс жүргізу ерекшеліктері бойынша мұғалімдерге ұсыныстар беріледі. Сонымен қатар, балалардың осы екі типтің қайсысына жататынын анықтау туралы кеңестер береді.
қазақ тіліндегі балалардың қабілеттерін анықтау және дамыту жұмысында ғалым кеңес психологтарының қабілеттер жайлы көзқарастарын баяндайды және мұғалімдерге оларды балаларды анықтау және ынталандыру бойынша ұсыныстар береді. Ғалым халқымыздың ақыл-ой мен өмір тәжірибесінің жиынтығын продуктивті және рефлексия ой жиілігі деп аталатын ғылыми атаулардың төңірегінен іздейді. Мәжит Мұқанов жүргізген ендігі бір экспериментте оқымаған сауатсыз адамдардың есте сақтау қабілеті күшті болатындығы анықталған. Мәселен, көшпелі ата-бабаларымыздың тыныс-тіршілігінде жазба деректердің болмауы, түрлі ақпарат хабары мөлшерінің аздығы, сезім мүшелерінің қосарлай пайдалануы, олардың суырып салма, шешендік қабілетінің күшті болуы, Мұқановтың пікірінше, ауызекі сөз әлде қайда көп болуы сақталады. Өйткені ол жиі пайдаланылады және жұрт бұған бар ықыласын тасын салады. Мәселен, Жанабіловтің қазақ тіліндегі мал шаруашылығының терминдері деген зерттеуінде негізінен мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабаларымыз 4 түлікке байланысты 3000 аса атаулары бар екен. Соның ішінде тек түйенің өзіне ғана қарасты 300-дей сөз кездесетіні нақты деректер арқылы көрсетілген. Сондай-ақ қазақтың 10 томдық түсіндірме сөздігінде көз, бет ұғымдарының әрқайсысының 40-тан астам синонимдерінің бар екендігі де көп жайтты аңғартса керек. Өзінің этнос психологиясына байланысты көп жылғы зерттеулерін қорытындылай келіп, профессор Мәжит Мұқанов адамның ойлау әрекеті инвариантты және өзгермелі болып отыратындығын, мұның өзі қоғамдық әлеуметтік, тарихи дәуірдің бір кезеңінен екіншісіне өткенде ойлау механизмі өзіндік ерекшеліктеріне орай өзгеріске түсіп отыратындығы, адам интеллектісінің инвариантты жағы психологиялық дамудың алғышарты және басты тірегі ретінде, яғни қоғам дамуы мен кісінің ой өрісі шарттас болатындығын, мұның дамудың барлық кезеңдерінде де орын алып отыратындығын дәлелдеп берді. Осылайша 18 кітап және брошюралардың авторы, психология бойынша оқу құралдары мен 50-ден астам ғылыми мақалаларын дүниеге алып келген. 35 жыл бойы Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орнында психология пәні бойынша сабақ берген Мәжит Мұқанов 1985 жылы 3 ақпанда 65 жасында дүниеден озды. Ұлы ғалым, кемеңгер ұстаз, психология ғылымының докторы Мәжит Мұқанов бар ғұмырын, ерекше талантын болашақ азаматтарды дұрыс тәрбиелеуге, келер ұрпақтың әдепті, иманды болып өсуіне, ұлттық даналықты бойларына дарытуға, болашақ ұрпақтың жан-жақты инабатты болып өсуіне арнады.